Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келіпсіздер. Сіздермен болған Бинура. Бүгін сіздермен сметани пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны толық қарап менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар, және сіздерде менімен бірге жасап көріңіздер. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Бізге қажетті заттар: електен өткізілген ұн, 10 грамм қопсытқыш және бөлме температурасындағы сары май қажет болады. Барлығын таза ыдысымызға салып, қолымыздың көмегімен араластыра бастаймыз. Ұнымызбен сары майымызды араластырып алдық. Енді 100 грамм шекерімізді салып, жеңіл түрде араластырып отырамыз. Шекерімізде шамалы араласып, міне көріп тұрғандарыңыздай крошка шықты. Шекерімізде араластырдық. Енді үстінен бір дана жұмыртқамызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымызды да илеп алдық. Нәзік жұп-жұмсақ қамыр шығады. Енді осы қамырымызды салафан пакетке салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Және кез келген уақытта осы қамырмен жұмыс жасай берсек болады. 2-3 сағат алдында дайындап қойсаңыздар болады. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге дүкеннің 20% қаймағы, дүкеннің қаймағын қолданыңыздар. Және 100 грамм шекер, 4 жұмыртқа қажет болады. Шанышқының немесе венчиктің көмегімен араластырып алыңыздар. Миксер қолданбаңыздар. Массамыз біздің сұйық болып кетуі мүмкін, сондықтан миксерді пайдаланбаңыздар. Міндетті түрде шанышқының немесе венчиктің көмегімен жасаңыздар. 20-30 секунд ғана араластырып алыңыздар. Ұзақ уақыт араластырудың қажеті жоқ. Массамыз сұйық болып кетуі мүмкін. Міне, біздің салмамыз да дайын болды. Енді қамырымызды формамызға салып дайындай берсек болады. Шеттерін қасықтың немесе пышақтың көмегімен дәл осылай тегістеп алсаңыздар болады. Тестамызды формамызға жайғастырып алдық. Енді үстінен сұйық массамызды құйып, қызып тұрған пеште 180-200 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп алыңыздар. Менің видеом ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.